Selam. Қалайсыңдар? Кепкам әдемі ма? Десе. Короче, достар, мен автобус күтіп тұрмын. Астанаға кетіп тұрмын. Неге қалың киініп алдың, күн жанып тұр ғой дегендерге. Мен теңіз жағасына барам. Теңіз жағасында сәл салқындау. Тем более мен қазір отырам. Сосын жел деген бар, шылық. Вот. Бетіме SPF жаққан жоқ, надеюсь, күннен киіп кетпеймін. Екі театрына автобусын, автобусын театрына, или басқа автобуста төрттік екен, екілік емес, Ақтау рахат қала ғой. Тыныш, ешкім особо жоқ, қазір таң, барлығы үйінде ұйықтап жатыр. Ешкім ешқайда асықпайды, әркім өзімен өзі. После обеда кішкене не болып қалады енді. Той садақа бірдеңелермен жүретін адамдар болады. Но в целом ондай қатты движняк жоқ. Мен күнде көрсем деп, сен күліп жүрсің деп, апарам гүлімді, жүрегімді сілдеп. Күшіңмен өте берем жиі, мүмкін сені көріп қалармын деп, сен жалғыз өзің сол көшеде. Барма дейтін едім, андай турецкий сериаларда болады ғой, мына яхтаның біреуін алып алған деген. Осы яхтаның біреуін мен жігітім алып алса, типа сонымен бірге сол яхтада әңгіме айтып деп ойлайтынмын да бұрын. Бұрында арманым болған турецкий сериалдардан көріп алғанмын ғой. Мына жерде адамдар сүріп кетіп жатыр. Красота. Туристер или басқа қаладан келген қонақтар, или өзіміздікілер өстіп сүріп кететіндер. Өзіміздікілер обычно мұндай уақытта особо бармайды. Негізі қонақтармен келген шығар. Құдай жандар мәз болып жүр. Ана тастан абайлау керек, себебі андай ұмтыл тастардан тайып құлайсың. Сондай. Мынақта яхталар тұрады. Кешке қарай мұнда адам өте көп. Кешкі закаттың уақытын шамалайсыз. Закаттың уақытынан 2 сағат бұрын келу керек мұнда. Потому что очередьте тұрып қаласыз. Сол. Сендерге обзор түсірейін бе? Мынау бізде, мен қайда келдім? 4-ші шағынаудан, мына жерде смотровая площадка деп атайды. 4-ші шағынаудан, или скальная тропа дейді, себебі мына жерде скальная тропа. Жартасты соқпақ, яғни. Мына жер смотровая площадка дейді, себебі мына жақтан теңіз әдемі көрінеді. Барлығы көрінеді. Яқтан в основном дрончиктер келіп видеоға түсіреді, локация күшті. Или мына жерде адамдар отырып ән айтады, дронмен түсіреді, оларды вид күшті деген сияқты. Таңертеңде мен сияқты келетін адамдар бар екен ғой. В общем, мына жерде смотровая площадка дейді. Ана жерден өткен кезде мен сендерге айтқам, жаңағы предложение жасауы күшті закаттарда. Бұяққа адамдар сол в основном кешке қарай келеді. Бірақ мына жерде смотровая площадка, міне адамдар мына жерге отырып өзінің видқа тамсанып отыруға болады, или былай спортпен айналысуға болады. В общем, неше түрлі демалу ғой, қысқаша айтқанда. Қолым дірілдеп тұрсын, сразу кешірім сұраймын. Мына жерде в основном жас жұбайлар предложение жасайды, потому что арнайы жерлер бар әдемі видпен, но мына жерде де вид күшті, бірақ не істеп кетеді да, алдын ала келіп орналасып алу керек. Закатқа таман адамдар, короче, предложение жасайтыны бар енді. Өткен аптада предложение жасады мына жерде. Мен ол кезде бүйтіп грин картаны тексердім. Дұрыс па деп. Сол. Осындай қалада мен тұрам, ойлаңдаршы. Рахат қой. Осындай қалада тұрасың. Осындай видті көру үшін жаяу жарты сағат максимум жай жүргенде.
осылай отырасың да қалаған жеріңе отырасың. Таңертең ерте келсең, адам өте көп таңертең ерте. Сосын ана жақта көп негізі. Жақта особо көп болмайды. Сосын қай уақытта көп? Сосын кешке қарай адам көп. Закаттың уақытына қарай адам көп келеді. Бірақ қазір міне обед уақыты адам онша көп емес. Мен спокойно влогымды жазып, видтарды былай түсіре беремін ғой, просто адамдардың көзінше именно сторис түсіруге дым қысылмаймын, а именно қысыламын, когда именно YouTube вариантта түсірсем қысыламын да. Бір түрлі. Еще мына қолым талып кетеді, вообще ужас. Все, хорошо. Келесі кадрда кездескенше. Аспанға жазып атыңды, несіне сонша асықтым, мен сені көруге, өзіңе сірә ғашықпын. Әйтеуір жылытады мені, ерекше жанған шамшырақ көзіңдегі. Әйтеуір жолықтырдым сені, биікке жетелейді бұл сезім мені. Сезім мені. Өзіңдей жанды мендік жүрек бекер іздемек, белгісіз мекенде ол жалғыз жүр деп ек. Сондықтан тапты деме жаным сені мен кенет, бұл тағдыр демек. Кезігі борын алдың жүрегімнің түрінен, тек сенің көркің маған күндей көрінген. Жаным ау нағыз. Негізі өзім болғым келген, бірақ сәл ертерек келу керек екен. Адам вообще болмайды ол кезде. Бірақ кеше болған жоқ прям. Бірақ бәрі парадта болды ғой ол уақытта. Еще мен обедте келдім. Сол бүгін оны аға молодец. Спортпен занимаемыз. Жалпы спортпен шұғылданғыңыз келсе, мында фитнеске барып қажет емес. Если сила воли болса, в принципе, да. Бізде тең жасында бар айналысатын жерлер. Айналсам деген адамға бар ғой. Ана бізге келеді мына жаққа смотровая площадкаға. Йога бірдеңесін жеп қояды да, айдайды, бер созылады, ар созылады. Так что спортпен айналсам деген адамға, білмеймін, фитнес залға барып жазылып қажет емес. Мұнда тіпті қыста да келеді адамдар. Просто өзі бір айналысатын адамдар болады, өзі жиі келетін. Сол қыста түсетін морждары бар, теңізге түсетін. Сол неге бәрі мұз деп ше. Сол осы үшін келем ғой мен. Бірақ теңіз салқын. Мына жер, мысалы, егер де сізге совет менен мына жерде ыстық болса, мысалы маған қазір ыстық, мына шешіп тастасам нормально болады. Просто қазір жел жоқ, почему-то жел жоқ. Кеше жел болды, салқында болды. Мен футболкамен жүрген тоңып қалдым. Сосын мен мынаны кие қойып едім, енді сылап баратырмын. Неге? Себебі зумба болып отыр ана жақта. Себебі жел жоқ. Мына жерде егер де сізге смотровая площадкада ыстық болып, ой деп атсаңыз, ыстық деп атсаңыз, онда төменге түсіп, именно теңіздің, прям теңізге жақын, неғұрлым теңізге жақын, соғұрлым салқынырақ болады да. Вот, ана смотровая площадкадан, в принципе, желе беріп түсуге болады, тастар жаққа қарай. Но нужно быть осторожным. Но, в принципе, доступ бар. Бірақ мына қалада в основном доступ көбірек қой. Мен шет жаққа кеткім жүр. Бір машинаға мініп алып, теңіздің адам онша бармайтын жерлері тазарақ болады енді, шыны керек. Сондай жерлерге барғым келіп жүр да. Өйткені ол жерде адам жоқ, мынадай зумба звуктарды тыңдамайсың, өзіңмен өзің отырасың деген сияқты. Сол қараңдар. Алланың жаратылысы деймін да. Алла тағала осы теңізді жаратып қойған. И теңізді жаратып, сені жаратқан да, ойлашы. Осындай әдемілікті. Бұл тек Маңғыстау ғой, Каспий теңізі, әлемнің қандай жерлері бар. Бірақ именно менің отаным, мен негізі ақтөбелікпін, бірақ білмеймін, осы жерде бір жаным тыныштық табатын сияқты. Күшті. Негізі киелі жерде солай болады деп айтады ғой.
жұрттар Бали дейді ғой, Балиге барсаң қалып қойғың келеді. Маңғыстау примерно сол сияқты. Одан күшті болмаса бір келсең қалып қойғың келеді. Сол. Штабель жатыр. Красота, анан қара. Адамдар зумбамен айналысып жатыр. Ана жерде ағашкіні көрдіңдер ме, үлкен кісі спортпен айналысып жатыр. Бізде бір жақсы Ақтауда спортпен, соңғы кездері спортпен айналысу жалпы күшті несу моде болып жүр. Мен алыстан түсірем жалпы. Көріп тұрмын, күшті ма? Қатты кетсің, ә? Скальная тропа. Жаңағы біз смотровая площадкадан өттік қой мына жерден. Сосын мына жерден былай қарай өтсеңдер, мына жерде лестница бар. Мына жерден де қарауға болады. Мына жерде вид бөлек, әсіресе закаттың уақытында. Бірақ негізгі әдемі видтер мына жартас или ар жағындағы жартасқа барсаңдар, сол жерден отырып тамашалаған күшті, но ол жерде орындық ештеңе жоқ. Неге ол жерге ешқандай орындық ештеңе қойылмаған? Себебі үлкен кісілер сірә барады ғой, нормально, бірақ кішкентай балалар барсан жерден құлап кетуі мүмкін да адамдар. Ол жаққа баруға болмайды негізінен. Болмайды дегенде, былайына жүруге болады, но мына жерден опасно да тұру. Үлкен кісілер болмаса, кішкентай балаларға ол жерге жүруге құлап кетуі мүмкін, міне аста тастар бар. Сондықтан абай болу. Но вид ояқтан вообще күшті кешке қарай. Бірақ кешке қарай мен ояққа барам ба, бармайым ба білмеймін. Но в целом сондай бар екенін айтып отқаным ғой. Нені қараңдар ма? Красота мынандай вид үшін келем ғой мен деген. Ақтауға өшіп келіңдер. Во-первых, мұнда табыс табуға болады. Қолайлы ауа райы. Адамдары вообще супер. Вот, сол. Чему снова развелись с тобой мосты? Пустыня без воды, как же мы остались без любви, не уходи. Жердегі жаңа зумбамен айналысып жатқандар өлең қосып қойып, жаңа зумбаларын билеп алып, өздерінің кайфымен, тамағын ішіп, завтракпен кайфовать етіп жатыр. Сонда бұл кісілер 9-дан бері жүр ма, сондай бірдеңе ау деймін. Потому что мен вроде үйден 9-да шықтым. Я мен үйден 9-да шықтым. Мына кісілер 9-дан бастап 9:30-да келдім мұнда примерно. Күшті. Жел. Хорошо, мынаны алдым. Потому что мына уже жел екен кәдімгідей. Бірақ бүгін кешегіге қарағанда жылырақ. Жел ондай салқын емес, кеше салқындау болды. Туф, дейден кетір. Міне мына смотровая площадка, мен айтқан. Вид осындай. Дертесен білем шылайсың, шыдайсың. Кешірім жүрегіңнен сұрайсың, сөз шыдайсың, ерекеседің сен. Снаружи она холодна, как лед, но у нее мягкое сердце. Она, наверное, через многое прошла в своей жизни.